әйел адам ләззат алса, ол әрі қарай жалғастыра берсе, үйлендік, бала болмай жатыр. Тексерген кезде скрытый инфекция шығады. Сіз ауылыңыз, кіші дәретіңіз жақсарады, өзіңізді жас сияқты сезінесіз деген сияқты. Жас жеңге алып едім дейді, жана емес, жас. Сол бала туып бере ала ма, маған туып бере алмай ма деп. Жолдастарым айтады, әйеліммен түнде 5 рет қосыла аламын деп. Банк спермаға барды, сперманы сақтап қойшы. Пайдалы подкаст, батырманы бас, мұнда бәрін таба аласыз, тақырыптар аралас. Идеальный половой акт деген, жаңағы ер адам мен әйел адамның бір уақытта жаңағы ләззат алуы. Одновременно дейді ғой. Егер де мысалға әйел адам ләззат алса, ол әрі қарай жалғастыра берсе, онда сексология тұрғыдан ол какое-то удовольствие, это мучение болады әйел адамға мысалға. Әрине, егер де ер адамдікі тез бітіріп қоя берсе, әйел адамдікі одан сайын ұзақ болса, онда әрине, ондай кезде оның ұзақтығы болған жақсы. Семейная пара айтады, бұрын бәрі жақсы еді бізде. Қазір өкінішке орай жаңағы мен ләззат алам дейді, бітірем дейді. Әйелім мысалға ондай ләззат алмайды. Ол өзін кінәлап келіп тұр, әйелді жанында тұр. Жыныстық қатынасы айтқан кезде принципе оныкі өзгермеген. Қалай бұрын болды, сол уақыт бойынша әйел. Бұнда проблема басталды, оказывается, ала келген кезде бала туғаннан кейін әйелінде. Онда ер адам өзін кінәлімін деп есептеп жүрген кезде үй ортада жаңағы әйел бала туғаннан кейін сезімталдығы жаңағы женское влагалище дейді ғой, азайып кеткен. Ондай кезде жаңағы бірге жұмыс істейміз гинекологпен. Әйел гинекологқа барады, омолаживание жасайды, там операциялардың түрлері бар. И содан кейін сезімі қайтадан оралған. Негізі идеально жаңағы екеуді жұмысын бітіресе, содан кейін демалып екіншіді бастаса, ол самый идеальный. Бұлай егерде онко функциясын жалғастыра берсе, егерде уже бітіріп әйел адамды қинап, при этом доказывать, что он такой супер, а при этом ей не совсем приятно дейді ғой. Зачем? Все должно быть. Демек, диалог арқылы бір-бірін түсінісіз. Иә, кейбіреу мысалға тез бітіргісі келеді да, бірақ қинап өзін созады, партнершасы мысалға ұялады айтуға уже болған туралы. Бұнда бірге ету керек, гармония болу керек. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Кездейсоқ адамдармен жыныстық қатынасқа түсудің салдары қандай болуы мүмкін? Оның салдары жаңағы жыныстық жолмен беретін инфекциялармен бастап, жаңағы өлімге әкелетін ауруға дейін пайда болуы мүмкін. Мысалға, хламидиоз, трихомонада, гонорея деген инфекциялардан басқа, мысалға, қазір жыныстық жолмен гепатит Б, С беріледі. Мысалға, оны кейбір дәрігер ласковый убийца деп айтады, ешқандай симптомдары болмайды, ақырында бауырдың жұмысын өше береді, науқастар содан кетіп қалуы мүмкін. Ол бір күнде пайда болатын бес, оны мысалға жыныстық қатынастан кейін 3 айдан кейін мысалға біледі, 4 айдан кейін біледі. Ол мысалға сифилис беріледі, мысалы жыныстық жолмен, жаңағы ВИЧ инфекциясы беріледі жыныстық жолмен. Түрлі инфекциялар бар. Хламидия инфекциясы 14 күннен 45 күнге дейін болуы мүмкін. Кездейсоқ жыныстық қатынастар қай кезде болады? Мысалға корпоратив болады, ішімдік ішеді, жыныстық қатынас болып қалады. Ішімдік ішердің алдында олар далаға қыс мысалға да, далада тұрады, темекі шегеді, содан кейін жыныстық қатынас болады, келесі күні ауырады. Мысалға тұмаумен. Түндегі жыныстық қатынастан инфекция түсіп қалды. Тұмаумен ауырғаннан кейін мысалға температура көтерілсе, аптекаға барады. Аптекада не дейді? Мынау антибиотикті ал дейді. Антибиотик ішеді. Ол мысалы тұмауды емдегенмен, анау екінші инфекцияның симптомдарын скрывать ету мүмкін. И бессимптомное течение инфекции болады. И ондай кезде мысалға жас жігіттер келеді, мысалға мен үйленейін деп жатырмын, тексерілейін деп едім. Это лучший вариант. А екінші вариант, үйлендік, бала болмай жатыр. Тексерген кезде
скрытый инфекция шығады. Пайдалы подкаст батырманы бас. Еркек белсіздігі жайлы айтып өттіңіз. Осы жалпы негізгі фактор ол вирус дейсіз ғой, иә? Инфекция. Вирус, инфекция. И жиі кездесетін, иә, сол инфекция. Кей кезде мысалға генетикалық аурулар да болуы мүмкін. Оны байқалмайды. Содан кейін сперма тапсырған кезде, көрген кезде жаңағы ұрық жоқ, не болмаса сапасы өте нашар. Ондай кезде жаңағы аталық бездің биопсиясын алып, жаңағы сперматозоидтар іздеп, жаңағы хотя бы эко жасауға тырысады. Шанс болу үшін, жаңағы бала көтеру үшін. Кей кезде мүлдем болмайды. Ондай да болады. Ол инфекциядан болуы мүмкін, генетически туа біткен болуы мүмкін. Ол енді нақты бесплодие. Кейде болады жаңағы временный инфекция емдегеннен кейін ұрықтың сапасы жақсарып кетеді. Не болмаса, міндетті түрде емес, уақытша бесплодие. Ол витамин дәрумендердің жетіспегеннен болады. Мысалы, ер адамның ағзасына витамин Е, С, Д қазіргі барлығы қабылдап жүрген. Цинк, селен деген микроэлементтер түсіп тұру керек. Сосын қазіргі кезде байқағанымыз кеш үйленеді. Кеш үйленеді и жаңағы бала болмауы мүмкін сол кездерде. Ол кезде жаңағы ер адамның запастары бітеді. Жалпы сперманы өзі сарқыла ма? Жоқ, сарқылмайды. Просто жаңағы витаминдердің запасы бітеді. Ондай кезде витамин беру арқылы оны етеміз, восполнять етеміз. Кей кезде мысалға болады, мысалға жаңағы туа біткен генетический ауру бар, оны білмеген, жүре берген. Бір науқас болды, жаңағы аталық безі мүлдем болмаған. Не себеп? Уже жасы 20-дан асып кеткен кезде бір жыл үйленгеннен кейін бала болмады. Келген кезде көрініп тұр. Жаңа генетический ауру бар. Қарағанда да. Ата-анасы қайда қарады? Жаңағы бала кезінде не себепті аталық безі мүмкін медосмотрға бармады ма бала? Жаңағы әр уақытта медосмотр өтіп тұрады ғой бала. Хирургқа қаралады. Хирург міндетті түрде қарайды. Мүмкін ата-анасы апармады ма онда. Сол себептен қазір енді солай болып тұр. Ол адамда енді бала бола ма, болмай ма қазір белгісіз. Өйткені оны жаңағы репродуктологтарға консультацияға жібердім. Қазір ол жаңағы паховый область дейді ғой. Екі жақтағы жұмыртқасы түспеген, малый тазда. И соны шығарып, енді көріп отыр. Мүмкін бола ма, болмай ма, көмектесе ма, ол көмектеспей ма. Белгісіз. Пайдалы подкаст батырманы бас. Адам температурасы 36-та болса, ұрықтың температурасы 34-те. Не үшін сыртта орналасқан ер адам мүшесі де, мысалы аталық безі, ол оптимальный температурада жаңағы сперматозоидтар созревать етіледі. Толығымен кішкентай клеткадан равномерный сперматозоид. Егер температура высокий болса, мысалы баня, сауна жақсы көретіндер бар. Бұрын древний Египет, Японияда метод бартын императорларда. Оларға билікке балалардың арасында бақталастық болмас үшін, олар енді 1-2 бала туады, сонымен жеткілікті. Ондай кезде бала болмас үшін олар жаңағы ыстық джакузи дейді ғой, соған кіріп отырады. Содан кейін барып жыныстық қатынасқа түседі. Сол кезде ұрықтың сапасы, и то это не 100% гарантия, сразу айтып қояйын. Ертең қазір барлығы сөйтіп түсіп жаңағы саунаға, джакузиға түсіп етсе, ол да әсер етеді. Пайдалы подкаст батырманы бас. Ер балаларда кездеседі, жаңағы аталық безінің орылып кетуі былай, перекрут. Сол болған кезде 1-2 сағат. Егер де ол Қалай болған кезде? бұралып кетеді, айналып кетеді. Мысалы бір связка болады, сол дұрыс жетілмеген. Мысалы түнде ұйықтап отқан кезде, ауыр көтерген кезде жаңағы бұралып кетеді. И бір жіңішке артериясы бар, жаңағы баратын аталық безге. Сол қысылып қалса, 2 сағаттың ішінде операция жасау керек. Егер үлгермесе, ол мүшеден айырылады. Күрделі. Бәрі күрделі. Ер адам өте күрделі. Бір балада жаңағы аталық безі айналып кетті да, ол жаңағы жоғалтып алды. Кеш келгендіктен жаңағы мүшесінен айырылды.
И ровно 1 жылдан кейін мен дежурствомда сол науқас бірінші рет бізде болмаған. Екінші рет келген кезде екіншісі де айналып кеткен. Но уақытылы келді и барлығын істедік. Қазір бәрі жақсы. Енді дәрігер боласын кейде ұрсып айтамыз, күліп айтамыз, бірақ ол айтты енді сен қазір бізден кейін шыққаннан кейін банк спермаға барды, сперманы сақтап қойшы. Өйткені жалғыз ертең не болатынын білмейміз. Сперманы қатыру мәселесі бар ғой, сонда қаншалықты жиі кеңес бересіздер? Обструкция деген болады, жаңағы сперма шығатын жолдың бітеліп қалуы. Сол кезде мысалға бар ма, сперма жоқ па, ол жаңағы биопсия жасау арқылы біледі, аталық бездің. Сол кезде шықса, рекомендациямыз максимально көп сперматозоидты сақтап қойған. Кейде келеді жаңағы 75-80-дегі аталарымыз десек те болады ғой. Екінші әйел алайын деп жүрмін, или екінші әйелім алып еді. Мысалы, менде бәрі жақсы, бірақ тексеріп алайын деп едім дегендер бар ғой, сондайлар болады. 80-дегі кісі болған, жаңағы балам қарап берші, мен жаңа жеңге алып едім, жас жеңге алып едім дейді, жаңа емес, жас. Сол бала туып бере ала ма, маған туып бере алмай ма деп. Табиғи жолмен. Табиғи жолмен. Бірақ негізі ер адамда мысалға ол өмір бойы фертильный. Да? 80 жаста жаңағы пациент емес. 80 жаста жас келіншек алып, тексеріліп келіп жүр. Иә, келіп жүр, жаңағы ұрықтың сапасын. Егер де ұрықтың сапасы даже төмен болып тұрса, хотя бір сперматозоид болса, ол жаңағы эко арқылы жаңағы бала жасай алады. Жыныстық қатынасқа қаншалықты жиі түскен жөн? Жаңағы егер де жыныстық қатынас аптасына 3-4 рет болып тұрса, кем дегенде, ол жаңағы ер адамның жаңағы малы таз дейді ғой, застойын түсіреді, простатиттің алдын алады. Кей кезде маған келеді, мысалға ағаларымыз 55-60 жастағы, мен әлі мүмкіндігім бар, бірақ сен жеңген деп неге екенін білмейсің деп айтады, бірақ науқас туыс емес маған ешқандай. Сен жеңген жақындатпайды деп. Оның уже жаңағы резервтері азайып жатыр. Мүмкін ол ләззат алмайды шығар. Вот сондай қиын моменттер болады. Менопауза. Иә, уже 60 жастағы әйелі. Ондай кезде енді мен не айтам? Ондай кезде білмеймін, маған дейін болды. Өйткені оны басқа жаққа жіберуге, не болмаса басқа отбасыға баруға, басқа отбасы құруға олай біз айта алмаймыз. Олай болмайды. Вот сондай моменттер болады. Сол себепті, мысалы, ол кезде айтам, мүмкін гинекологқа жіберіңіз әйеліңіз. Мүмкін бір жолдары бар шығар. Омоложение болады. Үзілген жыныстық акт дейміз, ПП, соның еркек денсаулығына жалпы зияны бар ма? Зияны бар, иә, ол мысалы жаңа басында айтып кеттім, конгестия. Застой болуы мүмкін. Застой болуы мүмкін, и және де ер адам шығарып тоқтатқанда жыныстық қатынаста, и жаңағы әйел адам ішінде болған сол екі әртүрлі. Даже жаңағы ләззат алудың да екі түрі. Мастурбацияның зияны мен пайдасы қандай? Ол ерте ме кеш пе жаңағы тез бітіріп қоюға келуі мүмкін. Өйткені ол дәлелденген. Мүмкін олар жас кезінде байқалмайды шығар, жасөспірімдердің арасында. Ертең жасы өсіп 30-дан асқан кезде ол әсерін береді өзінің. Ал пайдасы бар деп жаңағы ұрық анализін тапсырғанда шығар, сол кезде ғана пайдасы бар. Былай оның басқа ешқандай пайдасын беріп тұрған жоқ. Порно қараудың артықшылығы не, қандай да бір зияны бар ма? Артықшылығы зияны мен енді білмеймін, егер де көріп басқа әйелінен басқа біреуге барса, ол зиян әрине. Ал егер де жаңағы өздерінің жыныстық өмірін жандандыруға, не болмаса қозудың бір әсері болса, мүмкін сонда сол кезде де ғана көруге болады шығар. Егер жаңа бірдеме білу үшін өзіне. Ал
жайдан жай оны көре беріп керек емес деп ойлаймын. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Жалпы секс-шоп тауарлары жайлы айтсақ, осы эрекция сақинасының зияны бар ма? Мөлшерден ұзақ уақыт тұрса зияны бар. Өйткені ұзақ уақыт тұрған қан, ол ерте ме кеш пе жаңағы жыныстық мүшенің қан тамырларын зиянына келтіреді. Ол застой, ол даже необратимый процесстерге алып келуі мүмкін. Кейбіреулері ұзақ уақыт ұстаған сайын, оны пайдаланған сайын өзінің уақыты бар ғой. Егерде мысалға 5-10 минутқа пайдаланса жарайды енді. Кейбіреулер мысалға 5 сағат, 2 сағат, олар өте зиян, ертең бе кеш пе ол мүлдем тұрмай қалуы мүмкін. Өйткені қан баратын жолдар жаңағы застой болып тұрады, ол кеткеннен кейін жаңағы воспалительный процесс болады, стенки сосудов, и ол жаңағы сужать етуі мүмкін. Секс-шоптар мысалы эрективті насостарды ұсынады да? Помпалар, Помпалар, насостар, соларын мысалы пайдалануға бола ма? Оны пайдаланады, медицинада пайдаланады, бірақ ол тағы да қандай аппарат, қандай жаңағы давление туғызады. Мүмкін жаңағы кейбіреулер контролируемый дейді, біреу неконтролируемый болуы мүмкін. Сондай кезде зияны тиюі мүмкін. Мерзімнен ұзақ ұстап қойса. Жаңағы пайдаланатын помповый колбалар болады. Оның дұрыс жаңағы гигиенасын сақтамаса, ол да жаңағы тамырлардың ауруына әкеліп соғуы мүмкін. Ұзақ уақыт ұстап қойса гематома болуы мүмкін, көгеріп кетуі мүмкін. Ер адам жыныстық мүшесі содан кейін ауырсынуы мүмкін. Жалпы осы подкастқа дайындаларда жан-жақты зерттеп қарастырдым. Сол кезде мысалы интернетте толып жатыр да, түрлі нәрсені ұсынады. Ердің жаңағы ұзақтығы үшін ләззатты күшейту ретінде, мысалы соның ішінде мысалы жаңағы айтып отырған насостар, помпалар, солар түрлі жарнамасы бар да. Яғни сатып алушы экранның әр жағында отырғанда оны жай бетіп таңдай салудың алдында урологқа барып қаралған жөн ба? Содан әрине мысалы көру керек қандай аппарат екен. Қаншама дәрі пустышка интернеттен өтірік сатады. Айтқан кезде ол көмектеседі, ар жағында отырғанда ол кім екенін мысалы білмейді телефонмен звондаған кезде. Ол айтады, осындай көмектеседі, сіздікі бәрі жақсы болады, бәрі мықты болады, бәрі күшті болады, сіз ауылыңыз кіші дәретіңіз жақсарады, өзіңізді жас сияқты сезінесіз деген сияқты. Алады, эффекті болмайды. Кейбіреулерін алады, мысалы виаграны бадовый формада бад деп сатқан кезде олардан эффект болады. Бірақ эффект болады қай кезде? Ішкен кезде. Қалай тоқтатады, қайттан бұрын қалпына қайтып келеді. Өйткені нақты себеп табылмаған. Ол уақытша эффект. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Жеке тәжірибеңізде қандай күлкілі, қызық оқиғалар болды? Күлкілі қызық, науқас айтады да, мен жасым 50-де дейді. Мен жолдастарым айтады, әйеліммен түнде 5 рет қосыла аламын деп. Сосын әріптесім тыңдап отыр. Жолдастарыңыз айта ма? Иә, айтады дейді. Сіз де солай айтыңыз дейді. Сондай қызықты оқиғалар болады. Ол бұрын болған әрине оқиға. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Кіші дәретке барғысы келіп кеткен. Тракторды тоқтатып, кіші дәретке. Түн болған ғой, байқамаған. Жаңағы жақын жерден иттің үргенін естіген. Қарап қалса, жаңағы жыныстық мүшесіне ит тістеп алған да. Уақытылы келдік, уақытылы тігіп, барлығын істеді. Как раз сол күні андрология жағынан опыты көп дәрігер дежурствода болды да, сол кісі аутаны жасап, мүшені сақтап қалды. Сондайларда случай болады, байқап жүрмесе болған. Сонда ол мүше жаңағы асқазанына дейін кетіп қалған ба, иттің? Жоқ, просто құрт істеген, жыл болмаған істеген. Жалпы жылмаған жағдайда қайта тіксе функциясы болады ма? Ондай случайлар болған, мен естігем, мысалы әйелі қатты қызғанып, ер адамның мүшесін кесіп тастаған. Уақытылы келген, тігіп, дұрыстап бәрі істеп тұр. Бірақ қашанға не істейтіні отдаленный результат көрсетеді оны. Былай ондай практика. Жалпы бөлінген мүше қайта жалғанып, уақытылы келсе, иә. Уақытылы, ол да мүше ғой,
любой мүше мысалы аяқ қол уақытылы келсе үзіліп қалған да, оны тіксе қалпына келеді. Үлгеру керек уақыты бар өзінің. Егер де 5-6 сағаттан кейін алып келсе, егер бір күннен кейін алып келсе, әрине ешқандай көмек болмайды. 5-6 сағаттың өзі кеш. Иә. Переломмен келген кезде. Перелом? Иә. В основном жаңағы жыныстық қатынас кезінде сынып қалады ғой. Иә. Сол кезде айтқандай экспериментальный нәрселерін айтады. Не болмаса үйінде болмай қалуы мүмкін, ол травма басқа жерде де болуы мүмкін, ондай да болып тұрады. Одан ешкім енді не застрахован. Осындай еркек денсаулығына қатысты тұшымды және маңызды ақпарат бергеніңізге рахмет. Және де осылай біздің әңгімелесуімізге мүмкіндік сыйлаған IQ Coworking'ге де рахмет айтамын. Қымбаттым, каналға жазыл, қоңырауға бас, лайк қой, пікірің болса, коммент қалдыр. Сенен фидбэк болмаса, менің пайдалы дүниелермен бөлісуге шабытым болмай қалады. Аяма, ерінбе. Егер мазалаған сұрағың не ұсынысың болса, дайректке жаз, анонимдік сақталады.